Әлия Молдағұлова атындағы жалпы орта мектебінің 10-шы сынып оқушылары. Біз Шерағаң айтқан тұлпарлар туған жер, сұңқарлар қонған жер. Түлкібас ауданы Жабағылы ауылында тұрамыз. Қазақ елінің ғасырдан ғасырға, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан мол рухани қазынасы бар. Бірақ сол қазынаны қаншалықты еленіп жүрміз. Барымызды бағалап, жоғымызды түгелдеу мақсатында бүгін ұлттық тәрбиеміздің кейбір қырларына тағы да бір оралуды жөн көрдік. Ол кенжек қалып келе жатқан саятшылық өнері. Байқағандарыңыздай, бүгін біз саятшылық өнері туралы айтатын боламыз. Саятшылық қазақтың байырғыда қосалқы кәсібі, сондай-ақ көшпенділер үшін күнкөрістің әрі көңіл көтерудің бір саласы. Қан сонарда бүркітші шығаданға демекші, достарыммен тау бөктеріне шығып, саятшылық құрғанда ермек етеміз. Бағымызға қарай, ердің қыны 100 жылқы, арым 1000 жылқы дейтін текті елге